Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ас үйдегі майлы ыдыстарды, қасықтардың өрнектерінің арасында тұрып қалған майларды, жуылуы қиын ас үй ыдыстарын майлықтардың оңай әрі тез майын кетіруге болатын әдісімен бөлісемін. Мен бірнеше жыл бойы бұл әдісті қолданып келе жатырмын. Бұл әдіс негізінен майлы, өте кір майлықтарға және қолы сүрткен жердегі кірі қанша жусаңдай кетпейтін сүлгілерге арналған. Мен тәжірибе жасап, нәтижесінде ыдыстарымды, тіпті қазандарды да жуатын болдым бұл әдіспен. Мен ас үйде қағаз салфеткаларды қолданғандықтан менде майлы майлықтарды таппадым. Мынау менің алжапқышым. Бұл кір жуғыш машинада 1 рет негізінде жуылған. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай кірі дұрыс кетпеген, дақтар қалып қойған, зеленканың ізі де қалып қойған. Енді осы алжапқышты дақтарын қазір бірге жуатын боламыз. Және бұл алжапқышпен бірге үйде қандай майлы заттар бар, бәрін бірге тазалаймыз. Мынадай бауырсақ пісіретін кепкір, бұның жуылуы қиын. Қанша уақыт алады, әр сымның арасын жуып тұратын. Қазір осыны 30 минуттың ішінде сымдардың арасына майларды оңай кетіретін боламыз. Және күнделікті қолданатын қасықтарымызды күнделікті қанша жусақта әдемілеп жуып жүрген сияқтымыз, бірақ қасықтардың өрнектерінің арасында осындай майлар жиналып қалады. Осыларды қазір бірге тазалайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық отбеливатель порошок керек. Отбеливатель порошок кез келген магазинде сатады. Дәл осы түрі емес, басқа түрін алсаңыздар да болады. Сонан кейін кез келген күнделікті қолданатын порошок, арзаны болсын, қымбаты болсын, бәрібір айырмашылығы жоқ. Сонан кейін 3 ас қасық кәдімгі шемішке май. Үлкен ыдысқа суды құйып қайнатып, сол суға порошоктарымызды саламыз. Ыдысыңыз үлкендеу болғаны дұрыс. Өйткені суды да өте қатты толтырмаңыз. Порошокты салғаннан кейін порошок қайнап, ол көтеріліп, су тасып кетуі мүмкін. Содан кейін 2 ас қасық шемішке майымызды құямыз. Енді осы суға майлықтарымызды және осы майлықпен бірге қайнатқымыз келетін бүкіл ыдыстарымызды салып, астын басып, жай отта 15 минут қайнатамыз. «15 минут қайнағаннан кейін қайнап жатқан ыдыстардың бәрін қарап шығамыз. Мына майлықты суға батпаған жерлерін араластырып батырамыз. Мына сүзгіштің астындағы майлары еріп жатыр екен, бірақ әлі кетпеген екен. Әлде қайнау керек. Мына терканы да бүкіл майларын бәрі еріп жатыр екен, бірақ майлары әлі кетпеген екен. Тағы да 15 минут қайнату керек. Мына вилканың да ұшындағы әр жерінде майлар қалыпты. Тағы да осы бай отта 15 минут қайнатамыз. Ыдыстар қайнап болғаннан кейін ыдыстарды судан алып, суға кранның астында әдемілеп шайып аламыз. Суды тастамаймыз, тағы да ыдыстарымыз болса қайнатып аламыз. Мен кепкірді салдым, оған кепкір батпай тұр. Ол бататындай етіп толтырып су құйдым. Толтырып су құйғасын, тағы да 2 ас қасық отбеливатель порошок пен жай порошок және шемішке май құйдым. Сосын ішіне сковородка, газдың решеткасын, үйде доска, сым жуғыш, ыдыс жуатын губка, не бар бәрін салып жібердім. 15 минут қайнағаннан кейін сковородканы алып қарасам, сковородканың майы осылай өзінен өзі түсіп қалып жатыр. Ал енді бар болғаны 30 минуттың ішінде тап-таза болған ыдыстардың нәтижелерімен танысайық. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, үйлеріңізде жасап көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен көптеп бөлісіңіздер.